қазіргі шығып жатқан хиттар, ол сені басқа әнді естіртпейтіндей қылып, сенің миыңды, сана сезіміңді жаулап алады. Менде 1000 таңдау болса да, мен сені таңдар едім деп өзгерттім дейді. 2002-дің ноябрінің 14-інде қызбен жет болып жүрейік деп айттым. Кейде бір адаммен отырып қалсаң, не туралы талқылайтыныңды білмейсің. Ұрысып қалдық та, болды дедік та, содан кейін жоқ. Яғни ондай сәттер болды. Күлген уақытта болды ғой. Бір әлем сияқты. Қыз баланың ер азаматқа бере тұрайын ба деген қалай кетті жігіттер, как вам? Сол кезде мен айттым оған, мен сені жақсы көремін. Дастан, біз сізбен бірге эфир жүргіздік. Көптеген концерттерде бірге болдық. Дәл қазір біз сіздің жаңа шыққан әніңізді туралы талқылайықшы. Мен сені сүйем, қандай болсаң да, сені таңдарым екінші рет таңдау болса да. Жалпы қандай болсаң да, осы әннің шығу тарихы, идеясы қайдан пайда болды? Қашан пайда болды? Енді қашан пайда болды дегенде, осы әннің алдында біз Әділет Бисариев деген інішек екеуміз, бауырым екеуміз, біз Ант деген ән дүниеге шығардық. Қалағаным күлімдегі көздеріңде, сенің толқының бәрін өзгертуде, керек еткен жолыңды менен ізде, ғашық қылам өзіме күннен күнге. Сол кезде ән кеңінен таралғаннан кейін, енді мен тәжірибенің арқасында ғой, егер ән таралса, міндетті түрде сол автордан тағы да ән алу керек. Өйткені тағы да хит болуына енді жоқ дегенде бір 70% сенім бар да. Сондықтан да енді кім жазды? Бұны жазған Еска, оның үстіне ол маған арнап жазған екен бұл ән. Кезінде Антты. Маған қалай мен оны тыңдап елемей қалғаным әлі белгісіз мен үшін. Сондықтан да енді мен Ескаға келдім де айттым, Еска маған, енді осы тура сондай ән болмаса да соған ұқсас бір ән керек. Болдаға бір ауыз сөзіңіз деді да, ол таңғаларлық жағдай, бір түннің ішінде кеште әнге отырғанда ертесіне азанда түстен кейін маған әнді жіберіп тұр ғой. Әнді шығарып қойдым деп. Екеуміз бір сол Антты жазып жатқан уақытта бір талқылағанымыз бар. Ол айтады да, аға мен қазір енді TikTok'та анализ жасап, жаңағы Instagram желілерінде қайсысы қандай тексттерге мән беретін, қазір енді махаббат туралы қатты өтіп жатыр деп. Оның әңгімесі бойынша андай бір хитовый сөздерді алып алғандай, содан мәтін құрған ғой өзі. Енді сондай бір есеппен жасалған. Оның үстіне енді мен өзі мәтінге кішкене негізі қатты назар аударасыз? Назар аударамын, сондықтан да мен үшін басында бір жеңіл көрінді да, бірақ ол маған солай дәлелдеп берді. Аға осылай, мына сөздер өтеді. Мен бірақ бірден ала салған жоқпын ол әнді. Мен ойлану үстінде жүрдім оны. Қанша уақыт? Қателеспесем бір айдай жүрдім ғой деймін ойланып. Бір қызығы, өзімнің мастерім бар барбершопта, Дархан деген азамат. Өзі, мен оған барған уақытта оның өзінің музыкалық талғамы жақсы да. Өмір шаш жасайтын адаммен мен музыка туралы талқылап жатамын да. Соған мына әнді естірттім да, ол айтады да, неге ойланасың дейді да, неге ойланасың? Мынаның сөздері TikTok'қа барлық жерге неді. Енді қазір бәрібір дегенмен де әннің кеңінен таралуына TikTok 100% әсер етіп жатқаннан кейін. Жақсы платформа өтті. Соны мен ойладым, жақсы егер сенің осындай, сенің де бір қалай айтсам, ойың мен үшін маңызды дедім да. Содан не керек, Ескаға звондадым. Еска, әнді алатын болдым, ертесіне жазатын болдық, сонымен жазып тастадым. Енді Есканың өзінің несі бар да, әңгімесі жеңгемізбен бірге істесеңіз, мынау текст күшті кетеді ғой деп. Бірге болсақ біз қамалмас, алынбай Жеңгеміз жалпы осы ұсынысқа қандай реакция білдірді? Айтыңызшы, таңғалды ма, немесе оған дейін сіз ескерттіңіз бе? Жоқ, енді жеңгеге келіп айттым, осы ән сізге арналып жатыр десем, мәз болды да. Бірақ енді ол кісі менің ең бірінші тыңдарманым ғой. Мен міндетті түрде оған естіртем, осындай ән алып жатырмын.
ол кісі андай менің қас-қабағыма қарайтын кісі емес. Егер мен сұрасам, әділ. ол таза өзінің ойын айтады да. Содан аранжировкасын жаңағы сведенкасын жасап болғаннан кейін ол бүйтеді. Андай деген бір дыбыстар маған жетіспейді дейді да. Мен айтамын, оның қажеттілігі жоқ деймін да. Мына жерде бұл баяу ән, романтиканы сипаттап жоқ. Маған бір әнді бір референс ретінде көрсетті. Қарашы, мына жерде бар дейді да. Мен айтамын, мен мынау билеп тұрған ән ғой десем, осындай дыбыстар жетіспейді. Содан не керек бір андай нелер болды. Егер андай дыбыс болмаса, мен түспеймін. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Мен Мә, не деген сен неге етесің деймін ғой. Күшті шығып тұр ғой, яғни осылай болу керек. Содан не керек? Ақыры звондадым ескі ғана сведенщик жігітке. Ана дың қосу керек дауысын міндетті. шығаршы деді. Жоқ, бір инструменттерді соны шығарып келіп тағы тыңдаттым. Сонымен әйтеуір үйтіп әрең келісімін алдық. Сон жақсы деді. Содан бейнебаян түсіретін болып мен айтамын, мен мут видео түсіретін болып. Бейнебаян емес, мут видео түсіреміз деп. Ол бірден өзінің идеясын айтты. Осылай түсірейік, осылай болсын. А біз енді басында бір идеяны ұсындық та, ол айтады, жоқ, мынандай идеяны, мынандай істеу керек. Енді қиын екен десең. Бірақ үйтіп көндірдік. Бастапқы идеяны қолданбасақ та, сол кісінің айтқан идеясының енді 100% емес, 60% іске асырдыңыздар. Іске асырдық. Бірақ бәрібір көңілден шыққан жоқ. Бұл әнді күнде тыңдаймын, өйткені маған қатты ұнайды. Және де маған өзіме қатты ұнағаны ол сол сіз айтқандай әннің сөзі. Енді мен театрда істеген адаммын, кинода ойнаған адаммын, бірге жүргізген адаммын. Сондықтан енді менің ойымша сөз саптауы, сөйлемнің өзі, оның жалғасы, мағынасы, басы мен аяғы болмаса, онда ол бір әшейін бір жиналған, бір құрылған сөздерден айта салатын, онда бір мағына болмайтын секілді. Ертең енді дегенмен де естіп жатқан адам көп қой. Енді менің тәжірибемді, менің тарихымды, менің енді қалай дейміз, музыкалық жинақтарымды естіген адам, бірден ол біледі, ол менің өзімнің бір почеркім шығар деп ойлаймын. Сондықтан да мен ол бетімнен таймағаным дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да менің өміріме тікелей әсер етеді. Менің өмірімнен бөлек, менің өзімнің музыкалық портфолиом шығар, өмірлік портфолиома айналғанда, сондықтан да оған бір кір келтіруге болмайды, оны ластауға болмайды. Анау отличник балалар болады ғой, қыздар болады ғой, дәптерінде бәрі орында тұру керек. Тура сол секілді ғой. Дастан, жаңа айтып қалдыңыз, өмірлік портфолиомдағы менің жинақтарым мінсіз болу керек, өйткені адамдарға ұнау керек дедіңіз ғой? Жоқ, енді мінсіз деп айтпай ақ қояйық, бірақ менің ойымдағыдай болу керек. Қандай жинақтар қосқыңыз келеді? Қазір менің енді өзімнің музыкалық продюсерім бар ғой, Сержан Бақытжан деген азамат. Жақында 3/4. Мен айтам да, мынаның мағынасы не деймін да, ол енді қатты философияға беріліп кеткен адам ғой, Сержан Бақытжан. Ол айтады да, қазір нумерологияны білетін адамдар, қазір мынау цифрмен жүрген адамдардың бәрі біледі дейді да. 3-4 деген ол сенің маңайыңда періштенің жүргенін білдіреді. Сондай бір жылы аура, сен жалғыз емессің, біз сенің қасыңдамыз деген сондай энергетиканы білдіреді. Сондай 3-4 деген ән жаздым дейді. Айтады, Дастан, жалпы біз қазір ол сонау алыстан алып келіп, қазіргі шығып жатқан хиттар, ол сені басқа әнді естіртпейтіндей қылып, сенің миыңды, сана сезіміңді жаулап алады дейді. Хиттар сон. А ол негізгі оның толқыны дұрыс емес толқын дейді. Сонда? Сондықтан да, ал егер мынандай бір жарық, мажор, минор болып бөлінеді ғой, сондай бір светлый әндерді орындайтын болсаң, ол қатты еленбей қалады дейді. Енді біраз уақыт хит болып қалуы мүмкін, бірақ дегенмен де ол кетеді да, мынау басқа бір биттар, қазіргі клубтағы тұрған, машинеде тұрған, сол басымырақ алады дейді. Сон біздің басты мақсатымыз ол адамның көңіліне дейді, қалай айтсақ болады, шуақ сыйлау, немесе бір дұрыс мағына беру дейді да, біз әуен арқылы. Соны біз қолға алуымыз керек дейді да, себебі енді біздің музыкалық тәжірибемізде, өткен жолымызда
соған әкеліп тіреліп тұр қазір дейді. Сондықтан да осындай ән жазайық дейді. Мен онымен 100% келісемін. Жалпы мотивационный ән немесе бір шынымен де ойды бір қозғайтын бір мәтін мағына және сонымен қоса бір жанға жақсы бір әуен болу керек. Одно фото, одно фото. Давай. Давайте, вот так. Вот так вот. Спасибо. Все, давай, счастливо. Сіздің жұпқа биыл 20 жыл. Осы 20 жылдың ішінде екінші таңдау туралы ой сізге қаншалықты жиі келді? Мен ол сөзді қателеспесем осыдан мүмкін бір апта бұрын ба, менде 1000 таңдау болса да мен сені таңдар едім деп өзгерткім келді. 1000 рет таңдау болса да. Өмірлік тәжірибемізде бізде екінші таңдау болды, мен таңдадым. Сондықтан да ол мәтінді айтып тұра, мен өзімнің өмірімнің басын, енді басымнан кешкен өмір. Өзімнің басымнан өткен бір оқиға, сондықтан да мен оны шынайы орындап бере аламын. Сондықтан да айтып тұрғаны бе. Екінші рет біз бір-бірімізді таңдадық. Қалайсың? Ұрысып қалдық та, болды дедік та, содан кейін жоқ. Яғни онда сәттер болды. Сен и ыдыс-аяқ сылдырламай, и болмайды. Сондықтан да, әрине ол әрбір жанұяда болатын дүние, бірақ дегенмен де енді мен өзім махаббат насихаттайтын адаммын ғой. Спорт және махаббат? Махаббат міндетті түрде түбі жарып шығады. Егер шынымен де махаббат болатын болса, қанша жерден ана кейде айтады ғой, шын жақсы көретін адам кейде жібереді деп та. Келісесіз бе? Қалай келісесіз бе деген уақыттарға шын махаббаттың өзі ешкімді ешқайқа жібермейді деп ойлаймын. Сондықтан да біз енді іштегі сезіммен бір енді сана сезімге жүгініп, бір логикалық бір жерлерден шешім қабылдап, қанша жерден жібергенмен де ертесінде сен үйде жатқан уақытта жарайды бір апта өтсін, жарайды бір ай өтсін. Бірақ сенің бар тұла бойың бір адамды ғана тартып тұрады. Басқа ешкімді не ойын қарастырмайды, не жүрегіңді тартқызбайды. Сондықтан да ол махаббат деп ойлаймын. Өз жерде бір бұрышта отырып алғанда жоқ дейді. Ал махаббат үйленгеннен кейін пайда болады деген пікірге қалай қарайсыз? Жоқ, мен оған нақты жауап бере алмаймын. Сіздің ойыңыз? Ол да мүмкін. Бүгінгі таң сәресіде бір азаматтармен сөйлесіп отырым. Біздің әкеміз дейді, 3 ұлымыз дейді үйде. Үшеумізге де сен мынаны аласың, сен мынаны аласың, сен мынаны аласың деп өздері қыздар дайындап берген. Мен сол кезде таң қалдым. Енді сол салт енді бізде бар салт қой. Менің енді кейде бірақ ойлаймын, ол дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Өйткені қалай менің егер маған жүгінетін болсақ, мен керісінше ойлаймын. Керісінше екі жан бір-бірін танып білу керек. Үйлі болам десе, егер шынымен де отау құрып, ары қарай бала тәрбиелейміз деген бір үлкен бір өмірге қадам басқысы келсе, міндетті түрде басында бір-бірін танып біліп, содан кейін ғана үй болу керек. Ал сіз жеңгемізді қанша уақытта танып білдіңіз? 1 жыл 7 ай. Мен қыз жігіт болып жүрейік деп, қателеспесем, 2005-тің ноябрінің 14-інде қызбен жігіт болып жүрейік деп айттым. Өйткені әңгімеміз жарасып, енді болады ғой, кейде бір адаммен отырып қалсаң, не туралы талқылайтыныңды да білмейсің. Мүлдем екі сана сезім, екі жаққа қарай кетіп қалған сияқты. Біз аузымыз жабылмайды, әңгіме кетіп жатыр. Серуендейміз, әңгімелесеміз, тұрамыз, әңгімелесеміз, түнде телефонға жатып алып әңгімелесесің. Қандай күшті. Сен ойлайсың да, бұның бәрі бекер емес қой деп. Содан кейін қыз жігіт болып жүрейік деп, енді сол кезде мен айттым оған, мен сені жақсы көремін деп. Осы дұрыс айтайықшы, Достан мырза. Жалпы қалай таныстыңыздар? Ең алғашқы кездесу, қандай сезімде болдыңыз? Мүмкін бірден ғашық болып қалған шығарсыз. Жоқ, олай болған жоқ. Біз танысқанымыз, біздің арамызда құрбымыз бар. Әсел деген қыз. Әсем, иә. Сол Әсем, енді біз бильярдныйда бір азаматтармен гулеп жүрген кезіміз, жалындап тұрған кез ғой ол кезде.
мен қателеспесем 23-темін. Лап-лап етіп тұрған кездеріңіз бе? От. Содан бір бильярдныйда ойнап жаттық, сол жерге Әсем келді да. Әсем бір жақтан келе жатқан, менің келіншегім, оған айтқан, құрбысы ғой енді, мен сенің өзің жалғыз өзің жібермеймін, мен сенің бірге барамын, сен қайда барасың деп. Әсеммен бірге келген. Сол кезде біз таныстырады. Менің құрбым, есімі Жанат, Дастан, вы, кстати, однофамильцы дейді ғой. Фамилияларың бір. Мен, өйткені Оразбеков деген өте сирек. Оразбаевтар бар, Оразбаева бар, бірақ нақты Оразбеков, мен бір ғана Оразбековты білетінмін, ол ана Дәурен адам бар ғой, Дәурен Оразбеков, соны ғана білемін, соны ойлап қоямын, қызық. Ары қарай ничего не предвещало, соны мен жақсы дедік та, соны особо, мне понравился ее стиль, өте бір стильно киініп алған, мен алматинка видно сразу дейді. Деп қоямын да, содан екінші рет Әсем, жаңа құрбымыз бір жиынға шақырды. Жиынға шақырды да, мен сол жиынға келем. Сол кезде үстінде ақ кофточка, уже бөлек, шашын. Әлі де бәрі есіңізде? Енді десем, ондай нәрсе. Қандай керемет. Соны көріп қалдым да, бүгін вообще ерекше. Тогда я ее заметил. Сол кезде байқадым. Сөйтіп, не керек? Жиын біткеннен кейін мен сені шығарып салсам бола ма деп сұрадым. Сөйтіп үйіне шығарып салдым. Үйіне шығарып салғаннан кейін сол жерде телефон алыстық. Телефон алыстық та, содан кейін бір-екі күн өткеннен кейін ол мойындамайды негізі десең. Маған звондады. Маған студияда бір флешкаға бірдеңке жазып алу керек еді. Сен айттың ғой, сендерде студия бар, жазып алуға бола ма? Әрине. Ой, ана жақта. Мәссіз ғой. Бүгін сөйтіп студияға келеді, студияда жазады, содан біздің бірінші серуеніміз басталады. Сөйтіп серуендеп келе жатып, әңгімеміз жарасып кетті да, содан мен оны бірінші свиданияға шақырамын ғой, 2 күн өткеннен кейін. Ол кезде Целина кинотеатры Алматыда, соның қасында Эль Патио деген. Ол кезде Эль Патио пиццерия енді шығып атқан кезде, содан өз ойым Эль Патио пиццаға шақырам жүрсейші деп. Сөйтіп бірінші свиданиямыз басталды. Жымиған күлкісі ғой, мені жаулап алған. Өте әдемі. Күлген уақытта болды ғой, бір әлем сияқты. Не деген, оның үстіне өзінің тісін қатты күтіп қалған қыз. Ан жағында маржан тістер көрінген уақытта әппақ болып, өзінің күлкісі ол кезде жіп-жіңішке, құдайда 47 килограмм салмағы. Сол кезде мен үйдегі көрген тәрбием, менің анам мен әкем білімдері жетік. Екеуі әңгімелескен уақытта андай бір мағыналы әңгімелер бар, бір іш пыстырмайтын әңгіме. Аны бүйт жоқ, сен келдің ба, қайдасың, бытовой әңгімен тоқтай салмайды. Олар келеді, журнал оқиды, сосын ол журнал талқылайды. Сондай нәрсені көргеннен кейін маған қызық, мен сөйлесіп отқан уақытта біздің әңгімеміз жарасып оған жоқ. Жан-жақты ананы айтамыз, мынаны айтамыз. Қазіргі күннің өзінде де екеуміз серуенге шықсақ, 1,5 сағаттың қалай өтіп кеткенін білмейміз. Пока бүйтіп жарылмағанша қой үйге кірейік демегенше. Қазіргі дей ма? Дәл қазіргі деген. Жаңа әннің текстінде біз қамалымыз алынбайтын бірге болсақ деп айттыңыз. Бірге болсақ біз қамалмыз алынбайтын. Мен сені сүйем, қандай болсаң да. Жалпы 20 жыл біргесіздер, осы 20 жылдың ішінде бір жаман ой салатындары бар, көре алмайтындар бір, сондай адамдардың жетегінде кетіп қалмайтындай қандай араларыңызда бір байланыс бар, оны қалай орнаттыңыздар? Бірден орната салатын жоқ. Жалпы ана хейттің өзінде де көбісі жазады ғой, мынау мамасы сияқты деп та, жазып отқан адамдар бар да, өзінен үлкен көрінеді екен, не көрінеді екен деп. Ол енді сол бірақ нәрсе шығар, басқа біреулер біздің арамызға бір іріткісін салғысы келген адамдар мен байқамаппын. Керісінше біздің махаббатымызға, біздің қарым-қатынасымызға өте бір сүйіспеншілікпен қарайтын осындай кісілер үлгі тұтарлықтай жандар дегеннен кейін. Ал енді менің ойымша бұндағысы ол қалай біз ондай нәрсеге төтеп бергеніміз, бұл
бірден бола салған нәрсе емес. Дегенмен де өзіміздің арамызда бір қиыншылықтар болған кезде ол өмірлік тәжірибенің арқасы. Біз былай жасап көрсек қалай болады, былай жасап көрсек қалай болады. Кейде келіспеушіліктер болады, кейде артық кеткен кездер болады. Бірақ соның бәрі сол әңгіменің арқасы. Сөйлесу керек. Сөйлесейік. Анау эмоциональная обида деген нәрсе бар. Демонстративная обида. Ол анау. Іс жүзінде кәдімгідей қиратып. Андай сын тұрып қалып, ес жауып кетіп, әңгімелеспей. Мен шыдамсыз адаммын. Жеңгең болса, өзінікінен таймайтын кісі. Қырсықтау. Иә, қырсықтау. Содан үйден бірінші кешірім сұрайтын менмін. Мен енді дегенмен де менің ішімде жұмсақ мінез бар. Мен тез суып қала аламын. Тез қайталамын да, ол кісінің қайтуы ауыр. Мен бәрібір кейде ойлаймын да, сен де адамсың ғой, мен де адаммын ғой, бірдей қайталамыз ғой. Бірақ менің ойымша ол бәрібір мен әйел адамның ішкі дүниесін толық біле алмаймын ғой, дегенмен оны Алла тағала ғана біледі. Сондықтан да бізде анау бір психологтың әңгімесі бар. Екі ғашықтың біреуі, екеуі де егер эголарын ұстап тұрса, онда ол бір бүтін бола алмайды. Иә. Ақыры айырылысумен бітеді. А егер біреуі эгосын басып, одан бірдеңке шығаруға болады дейді. А егер екеуі де эгосын басатын болса, нағыз махаббат, нағыз бақытты отбасы сол жерде болады дейді. Сондықтан да қазір жеңгең эгосын сәл басып келе жатыр. А мен эгомды Лақыттысыңыз ба? Басына басып десеңші. Жоқ, басында мен оңтүстіктің жігітімін ғой. Ол кісі қаланың қызы, бізде темперамент, бәрібір оңтүстіктің жігіттері андай бір мәдениеті бар ғой, ол жерде қалыптасқан. Үйдің еркегі менің сөзім өту керек деген. Басында болды ондай әңгімелер, бірақ сен білесің ғой кімді алғаныңды. Басынан бастап мен сені өзгертем деп алған жоқпын. Мен сен маған осы қалпыңша ұнайсың. Ал енді онда мен өзімді өзгерту керек болды. Сөйтіп, сен өзің өзгерген сайын, сенің екінші жартың жайлап өзгеріп кетеді екен. Сен басында маскамен жүретін болсаң, а жеме келген уақытта сен ондай болмасаң, онда әрине сен тұрмысқа шығып жатқан уақытта немесе үйленіп жатқан ер азамат, ол мүлдем басқа адамды алды ғой. Қыз бала болса басқа адамға шықты. А жеме келгенде ондай адам болмағаннан кейін әрине ол айтады. Егер мінезді қыз болатын болса, ол айтады, жүр. Ол сондай болу керек деп ойлаймын. Ол андай көне салып жақсы деген уақытта түбі жақсылыққа апармайды ол. Бақытсыз. Иә, сен басынан бастап алданған нәрсе аяғында ондай болмау керек еді. Яғни сіз егер адам бір өлең бақытсыз болса, онда неге нүкте қоймасқа деген пікірдесіз? Мен толықтай келісем онымен. Ұят деген ой пікір мазаламау керек. Жоқ, ол кезінде солай болған шығар. Біздің қазіргі өміріміздің ағымы, қазіргі талғам мүлдем бөлек. Сондықтан да сен ертең жеме-жемгенде қазір тәжірибе нені көрсетеді? Сенің ортаңда ағайын, баяғыдағыдай сен ағайынның ортасында емессің. Анау туысқаның келіп, мына жақтан қолдап, не қыла салып. Үйдегі қиыншылықты көретін екі жан ғой. Не үшін екі жан қиыншылық көру керек? Арасындағы бала. Бала кеп қалса, тіпті вообще нашар болады. Сондықтан да оған жеткізбеу керек. Немесе бір шешімге екеуі бір түйінін тапқан дұрыс деп ойлаймын да, егер ондай болып кетсе тіпті жақсы. Ал егер маска шешіліп, жоқ өзіндікінде тұратын жаңа эголар ғой, түбінде эго ғой. Тәкаппарлық. Иә. Егер тәкаппарлығын баса алмаса, көкірегін баса алмаса, онда айырылысқан дұрыс. Айырылысқан. Ортасында бала болып қалған күннің өзінде де айырылысқан дұрыс. Өйткені ертең бала иә. Содан зардап шегеді. Тез барып, Аружан жылыну керек. Болмайды, мен қазір битіп дірілдеп тұрып әңгіме айтқан дым жасайтын сияқты. Көлікке барып жылынайық деңіздер. Не, сейчас попрыгаем. Просто мына куртка жұқа да. Мен сені бере тұрайын жылы? Жоқ. Қыз баланың ер азаматқа бере тұрайын ба деген қалай кетті жігіттер, кайфам.
айтыңызшы осы енді спортқа ауысайықшы. Спорт және махаббат. Бұл сіздің лозунгыңыз. Иә, девиз ғой, девиз. Девиз. Сіз осы девизді тек қана сөзбен емес, іспен де дәлелдеп жүрсіз. Спорт сіздің өміріңізді қалай өзгертті? Қай сәтте өзгертті? Спорт менің өмірімді 180 градусқа өзгертті. Сен бір әдеттен айырыла алмайсың, жаман әдеттен дейікші. Жалпы қандай да бір әдет болсын, одан айырылу қиын. Одан айырылам десе, сен ол әдетті басқа бір әдетке ауыстыру керексің. Сол кезде сенің мынадан айырылу әбден жеңіл. Сондықтан да сондай мүмкіншілікті пайдаланып, мен триатлонға келдім. Айырылыммен айналысып бастадым. Менің бүкіл уақытым, менің энергиям барлығы сол спортқа берілді. Ал енді махаббат мені сол спортта қолдады. Сол жерде мен қандай да бір жарысқа бармайын, менің қасымнан табылып, менімен бірге болып, кейде шаршап келесің ғой үйге спорттан. Соған менің шаршағанымды, кейде мен шаршап үйге келемін де жата қаламын ғой, маған уақыт бөлмейсің деген әңгіме жоқ та. Мені түсініп, менің қасымда болып, соның бәрін, енді ол махаббат қой. Ал сен кейде жүгіріп келе жатасың да, негізі біреулер айтады ғой, жүгіру деген өте бір андай мазаңды кетіріп жіберетін дүние ғой деп ойлайды да, постоянно деп. Менің қазіргі жүгірісім мен үшін медитация ол. Әзіл әңгімеде бар ғой, үйден шыға алмай жүрген еркектер жүгіріп бастайды деген әңгіме білесің ба? Ол негізі өтірік әңгіме. Содан кейде мен кейде өзім енді сүйіктіме де айтамын ғой, жаным бірге жүгірейікші деп ше. Ол жүгіргенді мүлдем жек көретін адам. Мүлдем жек көреді. Жүгіру деген нәрседен тобала қашады кәдімгідей, қайдағы жүгіргенде. Бірақ қандай да бір жарыс болмасын, сол жерде қасымда қолдап, жанымда жүреді. Сондықтан да бұның бәрі қолдау, сондай бір қиын-қыстау сәтте спортта қасымда болып, махаббатын сезіндіргеннен кейін, менің лозунгым спорт және махаббат ол тікелей менің өміріме байланысты. Жалпы осы спортта мотивация мен тәртіпті бір деңгейде қалыпты, күнделікті қандай күш-жігер болу керек адамда, айтыңызшы, сақтау үшін, күнде соны орындап тұру үшін? Ол негізі оның өте көп түрткі болатын дүние. Біріншіден, ең біріншісі, сен сол түрткілерді тауып білу керексің. Неге назар аударған дұрыс? Біріншіден, мен жаңа айтып кеткендей, менің жаман әдетімнен жақсы әдетке ауысуым бір. Екіншісі, менің тапқаным, бұл спорт менің кардиома жақсы. Менің кардиомның жақсы болғаны, ол менің қазіргі өзімнің кәсібіме, менің өнеріме, ән салуыма, сахнада билеп тұрып ән айтуыма, дем тыныстауыма тікелей пайдасы бар. Тағы бір түрткісі, мен жақсы әдетке ауысқан уақытта, мен жанұям қасында. Менің балаларым көреді, оларға ол үлгі, үйге алып келген медальді қарап, олар мендей ертең осындай бір дәрежеге жетсем екен деген, ол да бір түрткі. Біз әке болғаннан кейін, ол біз үшін маңызды дүние. Тағы да не? Менің бауырларым жалпы, анамның менің спортқа жүгінгенімді көріп, ол кісінің тыныштығы болады өзінің. Мына өнерде жүріп, құрып бара жатқан жоқ, құлдырап бара жатқан жоқ, салауатты өмір сүріп жүр. Ал ең бастысы, ең бастысы жанұя. Одан кем емесі, ол әр оқыған көрермен, мен түрткі болған дүние бірінші Ironman'імді өтіп жатқан уақытта, жартылай Ironman өтіп жатқан уақытта, бір жігіт жүріп келе жатыр да, қасына айтып барады. Бәке, сіздің стористарыңызды көріп, мотивация алып, мен де осылай спортқа келдім деп. Өтірік соқпақ қойын бір 5 па 6 адамнан естідім. Осылай менің бетпе-бет қасымнан жүгіріп өтіп, марафонда,
Жалпы Ironman'ді өтіп жатқан уақытта, триатлонды өтіп жатқан уақытта сізден мотивация алып мен осы спортқа келдім деген. Ал қанша комментарий оқисың, ол сен қаншама адамға позитив сыйлайсың, қанша адамды салауатты өмірге тартасың, өсіп жатқан жастар болсын, үлкені болсын. Менің жасындағы кісілер айтады да, не деген энергетика бізде сенен көріп, соны қабыл алды. Осының бәрі түрткі. Қаншалықты жиі сіздер бір-біріңізге сүйемін, жақсы көремін деп айтасыздар? Күніне 3-4 рет қой. Міндетті түрде айтасыздар. Обязательно. Дәл қазір жеңгемізге бір хабарласып айтып көре аламыз ба? Реакциясын көру үшін. Вот ты даешь. Так. Алло. Ботам, Ау. жаным, мен сені жақсы көремін. Что случилось? Мен де сені жақсы көремін. Уйти, жаным. Все нормально? Да? Что-то, кажется, без настроения ты. Нет, все нормально. Нормально? Все, давай, скоро буду, жан. Бәрекелді. Онда сұхбатымызды қорытындылайық, жеңгеміз күтіп қалмасын. Әр адамның өмірінде бір әттеген айы болады дасан. Қалай ойлайсыз? Сіздің өміріңізде сондай бір әттеген ай бар ма? Енді өкінуге болмайды дейміз, бірақ не дегенмен де қап айтпай қалдым, істемей қалдым деген бір ой түйсігіңізді мазаламай ма? Жоқ, негізі мазалайтын сұрақтар көп әрине. Бірақ өкініш. Бірақ жоқ, өкінішті нәрсе емес. Мен қазір басқа жағынан қараймын да, басқа бұрыштан қарап тұрмын да ол дүниеге. Егер сол әттеген ай деген өмір болмаса, мен қазіргідей сезінер ме едім? Осы сезімді, осы өмірді, осы махаббатты, осы қарым-қатынасты мен қазіргідегідей сезінер ме едім? Егер сол жағдай болмаса. Егер мен осы жағынан алып қарайтын болсам, онда менде әттеген ай деген нәрсе жоқ. Мен оны керісінше бір тәжірибе ретінде қабылдаймын. Позитив ретінде қарастырасыз. Сондықтан да ол да бір бастан өткен тәжірибе. Мүмкін онсыз мен бүгінгі күнді осылай шынайы өмірде сезіне алмас едім деп ойлаймын. Менің тілегім қазір соңғы сөзімнен түйіндеп алынған Пікіріңіз, ойыңыз. Пікір, қателіктеріңізге өкінішпен қарамаңыздар. Қателікті керісінше қолдана біліңіздер деген келеді. Қателеспесем, жапондықтардың бір несі бар өзінің, еріншектікті басатын. Өзіңіздің қателігіңізді керісінше қолданып біліңіз деген сондай қайсысы өзіңіздің қаруыңызға айналдыруыңыз керек. Өзіңіздің қаруыңызға. Сондықтан да өкінген адам өкінішпен көп нәрсені өткізіп алуы мүмкін. Керісінше өзінің өміріне өте бір керек емес энергетиканы жинауы әбден мүмкін. Сондықтан да керісінше мен осы нәрсені қайталамаймын, керісінше артығымен жақсы нәрсеге ұмтылуға барым жасаймын деп жағдай. Осы кеңес. Құрметті оқырман, біздің сұхбат сіздерге ұнады деген ойдамын. Және де біз қатты тоңып қалдым. Асан мырзаны қинамаймыз. Сұхбат бергеніңізге рахмет, көп өте әдемі әсерлі болды. Енді сізден ән сұраймыз. Серьезно? Қайда? Қандай болсаң да әнін жаңы дауыста дәл қазір тоңып тұрып, билеп тұрып, бір жол алайын, орындап тұрып. Кто так делает, Арука? Жылылық бар жүзіңде, дәл осы сәтте, тура қарап үндемейміз, айтылмай тұр көп нәрсе. Үстіндеміз шаттырдың, әсем айлы түн, тыныштықта жұлдыз санап, тілдесейік ақырын. Жұлдыздардың бәрі жарқырайды. Екеуміздің жүректеріміз жақындайды.
сезімдеріміз сарқылмайды. Бірге болсақ біз қамалмас, алынбайтын. Мен сені сүйем, қандай болсаң да. Сені таңдарым екінші рет таңдау болса да. О, мен сені сүйем, қандай болсаң да. Табам сені қайта тіріліп жаратылсам да. Бәрекелді. Дірілдеп қалжыңдап өлең айтып болдық. Қаштық.